Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Құрылыс экономикасы курсы бойынша келесі тақырыбымызды бастаймыз. Төртінші тақырып жобалау сметалық құжаттама. Жобалау сметалық құжаттама бұл құрылыс объектісін салу, қайта жаңарту немесе күрделі жөндеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін әзірленетін негізгі техникалық экономикалық құжаттар жиынтығы. Жобалау сметалық құжаттама бұл құрылыс жобасын іске асыру үшін қажетті техникалық, экономикалық және ұйымдастырушылық мәліметтердің жиынтығы. Ол жобаның барлық кезеңдерінде жобалаудан бастап пайдалануға дейін қолданылады. Жобалау сметалық құжаттама бұл құрылыс объектісінің сапасын, құнын және орындалу мерзімдерін айқындайтын негізгі құжат болып табылады. Сондай-ақ ол тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы келісімшарттық қатынастардың негізі болып саналады. Дұрыс дайындалған құжаттама жобаның сәтті іске асырылуының кепілі болып табылады және қаржылық тәуекелдерді азайтуға көмектеседі. Жобалау сметалық құжаттаманың құрамы бұл құрылыс нысанын салуға қажетті жобалық, техникалық және қаржылық құжаттардың жиынтығы. Бұл құжаттама құрылыс жұмыстарын ұйымдастыруға, қаржыландыруға және бақылауға негіз болады. Жобалау сметалық құжаттаманың күрделі құрылым болып табылады және бірнеше негізгі бөлімдерден тұрады. Әрбір бөлім нақты функцияны орындайды және жобаның белгілі бір аспектісін қамтиды. Бірінші жобалау құжаттары бұл техникалық шешімдер, сызбалар, сұлбалар және есептеулер жиынтығы болады. Келесі сметалық құжаттама бұл құрылыс құнын есептеу үшін қажетті барлық экономикалық мәліметтерді жазылады. Одан кейін ұйымдастыру құжаттары бұл жұмыс орындарын орындалу тәртібі мен мерзімдерін айқындайтын материалдардан тұрады. Жобалау құжаттамасы құрылыс объектісінің техникалық сипаттамаларын толық көрсетеді. Ол архитектуралық, құрылыстық және инженерлік шешімдерді қамтиды. Жалпы жобалау сметалық құжаттамасында, яғни құрылыс нысанының техникалық шешімдерін анықтайды, құрылыс құнын есептейді, материалдар мен еңбек көлемін белгілейді, құрылыс мерзімін жоспарлауға мүмкіндік береді және мемлекеттік сараптама мен рұқсат алуға негіз болады. Бірінші түсіндірме жазба, яғни бұл жобаның жалпы сипаттамасы, негіздемесі және негізгі шешімдердің қысқаша мазмұны көрсетіледі. Яғни онда құрылыс мақсаты, нысанның сипаттамасы, техникалық көрсеткіштер, қолданылатын материалдар, құрылыс технологиялар көрсетіледі. Яғни түсіндірме жазба жобаның негізгі идеясы болып түсіндіріледі. Келесі сызбалар жиынтығы, яғни бұл бас жоспар деп айтсақ болады, яғни қималар, фасадтар, түйінділер және конструктивті схемалар. Яғни бұл жоспарда ғимараттың орналасуы, кіреберіс жолдар, жалпы инженерлік желілер, көгалдандыру аймақтары барлығы осы жоспарда көрсетіледі екен. Одан кейін инженерлік бөлім бұл су құбыры, кәріз, жылыту, желдету деген сияқты. Яғни инженерлік жүйелер, ғимараттың инженерлік коммуникациялар жобалау құжаттары болып табылады. Одан кейін техникалық есептеулер, бұл жалпы технологиялық бөлім деп айтсақ болады, жалпы өндірістік немесе арнайы нысандарда осы технологиялық процестерді сипаттайды. Оларға жабдықтардың орналасуы, өндіріс процесіндегі сызбалар, технологиялық талаптар жатады. Одан кейін құрылыс өндірісін ұйымдастыру жобасы, бұл құрылыс кезеңдері, техника қолдану, жұмыс кестесі және еңбек ресурстары көрсетіледі. Келесі еңбекті қорғау және қауіпсіздік бөлімі, бұл жерде құрылыс алаңындағы қауіпсіздік шараларын қамтиды. Жалпы олардың мақсаты жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және апаттардың алдын алу болып табылады. Келесі қоршаған ортаны қорғау бөлімі, бұл деп отырғанымыз құрылыс жұмыстарының экологияға әсерін бағалайды. Яғни бұл бөлімде жалпы экологиялық қауіптер, қоршаған ортаны қорғау шараларды қарастыру көзделген. Келесі сметалық құжаттар бұл құрылыстың толық қаржылық есебі, яғни смета құрамында жалпы материал шығындары, еңбек ақы, техника шығындары, жалпы құрылыс құны кіреді. Осы сметаның негізгі түрлері бұл жерде жергілікті смета, объективтілік, жиынтық дейді. Жалпы
Жобалау сметалық құжаттаманың жалпы маңызы бұл жерде құрылыс сапасын қамтамасыз ету, қаржылық шығындарды жоспарлау, тәуекелді азайту, құрылыс мерзімін нақтылау және мүмкін осы мемлекеттік бақылауға негіз болып табылады. Яғни ол құрылыс процесінде, яғни осылардың ұйымдастырылуын, қаржыландыруды және сапаны осылай бақылайтын, солармен қамтамасыз ететін негізгі маңызды құжаттар кешені болып табылады екен. Сметалық құжаттама бұл құрылыс жобасының қаржылық негізін құрайды. Ол жұмыстардың, материалдардың және жабдықтардың құнын нақты есептеуге мүмкіндік береді. Яғни сметалар бұлар жобалау кезеңіне, детализация деңгейіне және қолданылу мақсатына байланысты әртүрлі болады. Яғни әрбір смета өзінің нақты функциясын орындайды және белгілі бір кезеңде қолданылады екен. Сметалық есептеулердің әдістері бұл жалпы құрылыс құнын есептеу үшін осындай әртүрлі әдістер қолданылады. Яғни әдістің таңдауы ол жобаның ерекшеліктеріне, детализация деңгейіне және қолжетімді ақпаратқа байланысты. Мұнда ресурстық әдіс айтылған, яғни еңбек, материалдар және механизмдер бойынша ресурстарды есептеу негізінде құрылады, ең нақты нәтиже береді. Одан кейін базистік индекстік әдіс, ол деп отырғанымыз базистік бағаладағы құнды анықтап, содан кейін ағымдағы бағаға индекстер арқылы көшіру жолымен есептеледі. Келесі ресурстық индекстік әдіс, ол ресурстық және базистік индекстік әдістердің элементтерін біріктіреді және икемділік пен нақтылықты осылай қамтамасыз етеді екен. Құрылыс құнының құрылымын түсіну бұл қаржыландыруды жоспарлау және шығындарды бақылау үшін өте маңызды болып келеді. Әрбір құрамдас бөлік жалпы бюджетте белгілі бір үлесті алады. Негізгі құрамдас бөліктер көрініп тұр, яғни материалдар бұл құрылыс құнының ең үлкен бөлігін құрайды. Олардың бағасы жалпы нарықтық жағдайларға байланысты өзгертеді. Келесі еңбекақы ол жұмысшылардың еңбегін ақылауға арналған шығыстар. Яғни біліктілік деңгейіне және аймаққа байланысты әртүрлі болып келеді. Келесі механизмдер бұл құрылыс техникасы мен жабдықтарын пайдалануға кеткен шығындар. Одан кейін жалпы шығындар ол жанама, өндірістік және басқару шығындары. Жобалау кезеңдері және олардың құжаттамасы бұл құрылыс нысанын салуға дейін орындалатын жобалау жұмыстарының сатылары мен сол кезеңдерде дайындалатын құжаттардың жиынтығы. Жобалау кезеңдерінің негізгі мақсаты бұл құрылыс нысанының техникалық шешімдерін анықтау, құрылыс құнын есептеу, қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету, құрылыс жұмыстарын ұйымдастыру және жобаның экономикалық тиімділігін бағалау болып табылады. Жобалау процесі бірнеше кезеңнен тұрады, яғни әрбір кезеңде өзінің нақты міндеттері мен құжаттамасы болады. Бірінші алдын ала жобалау бұл жобаның негізгілігін растау, техникалық экономикалық көрсеткіштерді анықтау. Екінші жобалау бұл техникалық шешімдерді әзірлеу, негізгі сызбалар мен есептеулерді дайындау. Және үшінші жұмыс құжаттамасы бұл құрылысқа қажетті толық детальдар мен құжаттарды дайындау. Одан кейін авторлық қадағалау бұл жобалық шешімдердің орындалуын бақылау және түзетулер енгізу болып табылады. Жобалау сметалық құжаттама әзірлеу мемлекеттік стандарттар мен нормалар негізінде жүргізіледі. Бұл құжаттар сапа мен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Жалпы құрылыс саласында нормативті құқықтық база құрылыс жұмыстарын ұйымдастыруды, қауіпсіздікті, сапаны және заң талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді. Құрылыс саласындағы нормативті құқықтық базаның маңызы бұл құрылыс жүргізу тәртібін белгілейді, жобалау талаптарын анықтайды, қауіпсіздік нормалар бекітеді және құрылыс сапасын бақылауға мүмкіндік береді. Нормативті құқықтық базаның негізгі элементтеріне конституция жатады. Бұл жерде мемлекеттің негізгі заңы бұл құрылыс саласына қатысты жалпы меншік құқығын, еңбек қатынастарын және кәсіпкерлік еркіндігін реттейді. Тағы да құрылыс саласында бірнеше кодекстер қолданылады. Олар азаматтық кодекс, яғни бұл жерде мердігерлік жұмыстар, мүліктерді жауапкершілікпен реттеу, жер кодексі, яғни құрылысқа рұқсат алу мәселелерін анықтайды. Экологиялық кодекс ол қоршаған ортаны
қорғау талаптарын белгілейді. Еңбек кодексі ол еңбек қауіпсіздігі, жұмысшылардың құқықтарын қорғайды. Заңдар бойынша жалпы құрылыс саласына қатысты арнайы заңдар қабылданады. Бұл сәулет және қала құрылысы, осындай қызмет туралы заң, мемлекеттік сатып алу туралы заң, лицензиялар туралы заң сияқтылар. Жалпы құрылыс нормалары мен ережелері бойынша жалпы құрылыс жүргізудің техникалық талаптарын анықтайтын негізгі нормативтер, құрылыс нормалары, санитарлық талаптар деген сияқты инженерлік стандарттар осылар кіретін болады. Жалпы мемлекеттік стандарттар бұл құрылыс материалдарының, технологиялардың және жұмыстардың сапасын реттейді. Техникалық регламенттер бойынша құрылыс өнімдерінің қауіпсіздік талаптарын белгілейді деген сияқты. Лицензиялар және рұқсат беру жүйесі бойынша осы құрылыс қызметімен айналысу үшін жалпы рұқсат құжаттар, сараптама қорытындысы қажет болады. Осылар бойынша жалпы халықаралық стандарттар бар, олардың да рөлі бар. Яғни экологиялық менеджмент стандарттары, сапа менеджменттің жүйелері деген сияқты. Жалпы Қазақстандағы нормативті құқықтық базаның ерекшеліктері құрылыс саласы үшін, яғни мемлекеттік бақылаудың күшейтілгендігі, қауіпсіздік талаптары қатаң сақталу, цифрлық құрылыс жүйелерін енгізу, халықаралық стандарттарға көшу, осындай жұмыстар жүргізілуде. Жалпы нормативтік құқықтық база бұл құрылыс саласының тұрақты және қауіпсіз дамуының негізі деп айтсақ болады. Ол құрылыс процесінің жалпы барлық қатысушылар үшін міндетті талаптарды белгілеп, сапалы әрі сенімді құрылыс жүргізуге мүмкіндік береді. Осы дайындалған құжаттама бірнеше сараптамалардан өтіп, тиісті мекемелерде бекітілуі керек. Бұл процесс жобаның заңдылығын және сапасын қамтамасыз етеді. Мысалы, ішкі сараптама ол жобалау ұйымының өзінде, яғни техникалық және сметалық тексеруді жүргізеді. Мемлекеттік сараптама ол Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкестікті тексеру және қорытындыларды алады. Одан кейін тапсырыс берушінің бекітуі, бұл инвестор немесе тапсырыс беруші құжаттаманы қарап қол қояды. Қаржыландыруды бекіту бойынша жалпы қаржылық мекемелер жобаның бюджетін растайды және қаражат бөледі екен. Жобалау сметалық құжаттаманы дайындауда заманауи бағдарламалық қамтамасыз ету кеңінен қолданылады. Бұл процесті тездетіп, қателерді азайтады. Қазіргі кезде ақпараттық технологиялар құрылыс саласының тиімділігін арттырып, уақыт пен шығынды азайтуда маңызды рөл атқарады. Яғни ақпараттық технология бұлар жобалар сапасын арттырады, есептеулерді жылдамдатады, қателіктерді азайтады, құрылыс процесін бақылауды жеңілдетеді және ресурстарды тиімді пайдалануға көмектеседі. Мысалы, сат жүйелері ғимараттардың сызбаларын компьютер арқылы жасауға мүмкіндік береді. Яғни артықшылықтары бұл дәл сызбаларды жасайды, өзгерістерді тез енгізеді және уақытты үнемдейді. Одан кейін VIM технологиясы бұл ғимараттың ақпараттық моделін құру технологиясы, яғни VIM арқылы 3D модель жасалады, құрылыс кезеңдері жоспарланады, материал көлемі есептеледі, шығындар бақыланады. Жалпы жобаларды басқару бағдарламалары бойынша құрылыс жұмыстарын жоспарлау мен бақылау үшін қолданылады. Бұл жерде жұмыс кестесін құру, ресурстарды бөлу деген сияқты мерзімдерді бақылау және тәуекелді талдау. Сондай-ақ геоақпараттық жүйелер бұл GIS, яғни технологиялары жер телімдері мен аумақтарды талдау үшін пайдаланылады. Одан кейін дрондар мен лазерлік сканерлеу бұл құрылыс алаңын бақылауда заманауи технологиялар кең қолданылып отыр. Бұлар құрылыс барысын бақылау, одан кейін өлшеу жұмыстарын жүргізу, 3D карта жасау, қауіпсіздікті бақылау. Смарт технологиялар бұл жерде автоматты бақылау жүйелері, сенсорлар, энергия үнемдеу жүйелері арқылы жүзеге асады. Жалпы электронды құжат айналымы осы құжаттарды цифрлы форматта сақтау және жіберу жүйесі қарастырылып отыр. Құжаттама дайындауда кездесетін қателер жобаның құнын арттырып, мерзімдерді ұзартуы мүмкін. Осы қателерден аулақ болу үшін олармен алдын ала танысу маңызды болып келеді. Мысалы, толық емес бастапқы ақпараттар, бұл жерде инженерлік зерттеулердің жеткіліксіздігі немесе нашар сапасы кейінірек қосымша шығындарға әкеледі.
геология мен геодезияға ерекше назар аудару керек. Одан кейін нормалардан ауытқу бұл қолданыстағы стандарттар мен нормативтерді сақтамау, яғни сараптамадан өту кезінде мәселелер тудырады және жобаны қайта жұмыстауға мәжбүр етеді. Келесі сметалық есептеулердегі қателер. Бұлар ресурстардың бағаларын дұрыс қолданбау, коэффициенттерді есептемеу немесе қате пайдалану осы құнның бұрмалануына алып келеді. Келесі жобалық бөлімдердің үйлесімсіздігі. Бұл әртүрлі мамандықтардың, яғни жобаларын нашар үйлестіру, қайшылықтар тудырады және құрылыс барысында өзгерістерді талап етеді. Жобалау сметалық құжаттама құрылыс жобасының табысты іске асырылуының негізі болып табылады. Сапалы дайындалған құжаттама бұл құрылыс құнын нақты болжауға мүмкіндік береді, қаржылық тәуекелдерді азайтады, жұмыстардың сапасын қамтамасыз етеді және мерзімдерді сақтауға көмектесіп, талаптар арасындағы дауларды болдырмайды. Құрылыс экономикасы саласындағы маман үшін жобалау сметалық құжаттама жүйесін терең түсіну және практикада қолдана білу бұл міндетті кәсіби құзыреттілік болып табылады. Осымен тақырыбымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.